Абу Ханифа айтты ма, сақалдарын лезумен қырып тастаңдар деп? Айтқан жоқ, субханалла. Қойған ол кісі сақал. Сондықтан Абу Ханифамыз дедік па, Абу Ханифамен жүрек. Абу Ханифа билеуге рұқсат беріп па? Берген жоқ. Абу Ханифа неке сүйлеуге рұқсат беріп па? Берген жоқ. Абу Ханифа қыздарға қарауға рұқсат беріп па? Берген жоқ. Абу Ханифа арағы бар тойға баруға рұқсат беріп па? Берген жоқ. Харам деген оның бәрі. Абу Ханифа намазға, жамағатқа бармай қоюға рұқсат беріп па? Берген жоқ. Жамағатқа бармаған күнәһар деп айтқан Абу Ханифа. Ал жүрек Абу Ханифа мазхабымен. Маңыздылық осы жерде. Мәселе мазхабта емес. Біздің арамызда проблема болса, бізге сын жетсе, ол бізден Абу Ханифа мазхабында емес. Абу Ханифа мазхабын небір түрлі ұлы ғалымдар ұстап өткен, мақтап өткен. Мынандай Манақиб Абу Ханифа деген кітаптар бар. 3-4 кітап бар. Осы таңғалатыныңыз Абу Ханифаның сипаттары деген кітап. Осыны жазған басқа мазхабтың ғалымдар. Хамбали, Шафии, Малики мазхабының ғалымдары жазған. Басқа мазхабтағылар Абу Ханифаның жолына, Абу Ханифаға қызығып кітап жазған. Мәселе Абу Ханифа мазхабында емес. Сондықтан біз сондай таза Құран хадиске сай, тақуа адамның Құран хадистен үкім алып біздерге жол көрсетіп берген адамның жолын кірлетпейік. Абу Ханифа дедік па? Абу Ханифаның өмірін, ұстанымын, ілімін, қойған қағидаларын жаттап алайық. Сонымен жүрейік. Сол кезде біз қиямет қайымда бәлки Абу Ханифаның артында тұрамыз. Абу Ханифа иншалла сахабилердің, пайғамбардың артынан тұрады. Атымыз Абу Ханифа мазхабы боқамасын. Затымыз да Абу Ханифа мазхабы болсын.